Бәріне сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай керемет шоколадты орех пен карамель қосылған пирог жасаймыз. Жасамас бұрын менің каналыма подписаться басып, осы видеоға лайк қойып кетіңіздер. Дәмі енді өте ерекше, керемет видеода көріп тұрғандарыңыздай. Ең алдымен біз берілген мөлшердегі ұнға жақсылап салқындатылған сары майымызды қосып, түйіршік пайда болғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Яғни қолмен үгітіп барлығын араластырып аламыз. Кейін осы араластырып алған массамызға 4 ас қасық қантты және де 1 ас қасық какао ұнтағын қосып, оның барлығын жақсылап тұрып тағы да бір араластырып аламыз. Яғни 1 келі масса болғанша барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығы араласып алғаннан кейін біз осы массамызға 1 жұмыртқа және де 4 ас қасық мұздай су, яғни су міндетті түрде мұздай болуы қажет, қосып қамыр болғанша жақсылап тұрып илейтін боламыз. Яғни әбден қолымыздың температурасымен майымыз еріп қамырға айналғанша жақсылап тұрып қамыр илейміз. Міне осы дайын болған қамырымызды пленкаға орап, холодильникке 40 минутқа салқындатуға қойып қоямыз. Салқындатылған қамырымызды дөңгелекше етіп, астына кішкене ғана ұн сеуіп, көп емес дөңгелекше етіп жайып аламыз. Жақсылап тұрып жайып алғаннан кейін қамырымызды біз диаметр 22 сантиметрлік формаға салып, жан жағын, яғни бортики дейді ғой, соны келтіріп аламыз. Және де түбін вилкамен көтеріліп кетпейтіндей басып аламыз, өйткені пісіргенде көтеріліп кетуі мүмкін. Үстіне пергамент салып, ауыр зат салып қоямыз. Мен күріш немесе гречка салуға болады. Мен гречка салдым. Осыны гречкасымен 15 минут 180 градуста алдын ала қыздырылып тұрған және де гречкасын алып тастап, тағы да 15 минут пісіріп алдым. Кейін осыған ірілеп туралған грек жаңғағын, сіздер ұсақтап тураңызға болады, маған ірілеп туралған ұнайды. Грек жаңғағын және де карамель салдым. Карамельдің орнына вареная сгущенка дейді, орысша айтқанда қазақша қайнатылған, қоюлатылған сүтті салып, бетіне жағып шықтым, яғни салып шықтым. Кейін осыған ерітілген 100 грамм шоколадқа 30 грамм майда салып ерітілген шоколадымызды құйып, холодильникке тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз. Яғни бетіндегі шоколады кішкене қатқанша. Міне осындай өте керемет, дәмі ерекше шоколадты пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.